Денсаулық зор байлық. Тек дәрігерге барсаң болды деу, жауапкершілікті бір адамға ысырып қою. Иә, дәрігерге бару керек. Бұл талқыланбайды, бірақ дәрігер сіздің жасушаңыздың орнына күнде өмір сүрмейді, күнде тамақтанбайды. Сіз үшін дәрігер диагноз қояды, ем тағайындайды, бірақ ағзаның ішкі құрылымын өзгерте алмайды. Ал жасуша күн сайын қорек сұрайды. Қажетті зат келмесе, емде толық нәтиже бермейді. Денсаулық тек дәрігердің қолында емес, ол күнделікті қоректе. Дәрі бәрін түзетеді дейтіндерге, иә, дәрі түзетеді. Ал ағза қорекпен қалпына келеді. Ешбір дәрі амины қышқылдың, минералдың, витаминнің орнын толық алмастыра алмайды. Бұл сенім емес, ағзаның табиғи тәртібі. Дәрі көмек, қорек негіз. Ағза кей заттарды өзі жасай алмайды. Минералдар, амины қышқылдар, витаминдер бұл ниетпен де, төзіммен де, туа біткен күшпен де алмастырылмайды. Ешбір дәрі жасушаның орнына өмір сүрмейді. Ешбір ем қоректің орнын толық баса алмайды. Қорек жетіспесе, қалпына келу баяулайды, нәтиже уақытша болады. Бұл медицинаға қарсы сөз емес, бұл медицинамен қатар жүретін шындық. Дәрі түзету, қорек негіз. Негізсіз ем ұзаққа бармайды. Денсаулық дәрігерге бару да маңызды, бірақ жасушаға қорек одан кем емес. Ағза темірді өзі жасай алмаса, кальцийді өзі өндірмесе, амины қышқылдарды өзі құрастыра алмаса, қайдан алады? Жауабы біреу. Тағамнан саксес тугеза өнімдермен ағзаға қажетті барлық затты көп банксіз бір жерден саналы түрде алуға болады. Денсаулыққа жауапкершілікпен қараңыз.